екеуміз қала құратын боламыз. Бірінші мен шағын ауылдан бастағым келіп тұр. Ал кеттік. Осы ауылдан біз ортасынан дәу көпір саламыз деген жоспар құрып отырмын. Әрине бұл жерді үнемі біз жалғыз ойнамаймыз. Мен қасыма өз достарым шақырып аламын алдағы уақытта. Ал мен үй салуға кеттік. Ауыл атын не қоятыныңыздарды өздеріңіз шешіңіздер. Комментарийге жазып кетіңіздер. Келесі videода сол аттардың бірін қоятын боламын. Сосын мен алғашқы 5 комментарий жазған адамға тіркеледім. Сондықтан лайк етіп, подписаться, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал мен жұмысымды жалғастыра беремін. Неге деймін? Мына үй болады, алғашқы баулақша болады. Мен әлі жалғастырайын. Бұл мен екінші бөлім тезі шыққандарыңызға отыр. 500 басыма отыр. 50 лайк жинап кетейік. Әлде бұл сіздерге аз көрінеді, бірақ бұл мен үшін үлкен. Өйткені ютубтан негізі подписчикшен қиын. Әлі жаңадан әсіресе жаңадан бастаған адамдарға. Өзім басында өте жай подписчикшен. Қазір негізі күніне 3-4-еуден жиналып келе жатыр. Ол сіздерден қалыңыздар. Мен вообще маған не үшін алдық екенін түсінбей тұрған жерде отырмын. Мен қазір бірінші мен көппен әлде жоқ. Артықта картофель егем. Жылан біз бақшамыз дайын. Қазір оның жерлерін жауып тастау керек. Өйткені зомбиімше жетіл, голем, сиыр, басқалар кіріп кетпеу үшін. Мен ауладың тыныштық салып кеттім. Мен жақсы шыққан сияқты. Оның жерді нәрсе. Мынаған қанша балл береді, комментарий жазып кетіңіздер. Менше жақсы шыққан огород. Енді біз қазір мына үйге көшетін боламыз. Мен önce 2 есік болатын сияқты есіктер кішкене бір есік болса әдемі болмайтын сияқты. Мен негізі 2 есік болады деп ойлаймын. Екеуіне бірге қосылып тұрамын. Бірақ болмайды, бұлар жараспайды. Ал жыламайық. Мен үйдің қабырғасын салып қойды жақтырмын. Осындай шапқын салу керек. Мен ақыры үйіне көзасын аяқтадым. Енді үйдің ішін ерттеу керек. Бұл үйге кішкентай шағын десеңіздер, бұл үйге негізі мен тұрмайды, жетелілер, әлде достарым жоқ. Мен досым кіргенде негізі бұл үйде тұрмайтын сияқты, өзінің жаңа үй салып. Енді болғанда келінеді ортасына. Және бұл жерде көп төсектер болады. Әрине жетілдер ерсақ қойынсым, жетілдер ерсақ қолданылмайды. 5 қойынсақ 5 қолданылмайды. Қалай? Жоқ. Біз терезені сындыру керек болды. Алда. Бұндар тез жыланбап жүріп бар. 2, 3. Ал мені. Мына жерде 2 адам тұратын төсек. Мына жерде 4 адам тұратын төсек. Мен осы көпшік есекте болады. Барлығы бірге жататын.
Енді біз мынаған кіретін бар. Өзім беріп салады ғой, сондай бір нәрсе саламын өз шешіммен. Былай негізі мысалы көрмеймін ондай. Бір салам деп ойлаймын. Менің ойымша басқа болып көрсе. Мені алу керек болып тұрады. Ой. Onu çözüm barınca. Biz gündüz vakti koyuyoruz tanga. Мен не үшін бұл негізі менің ойымша көлде орналасқан соң балықшылар көп келетін болған сияқты. Сондықтан біз оның үстіне балық қоямыз. Балық келеді өзі. Ben balıklara yatırın net. Balık. Tamam balık olur. Uçma elinde balık olur. Yine beti alacağını düşünmüştüm. Balık alacağını. Keyif satımıza. Ben ayrıca bunları boz kaldırım. Ve size atau birlikte olayım. Комментария. Ya bu Minecraft көп шықпауы мүмкін. Себебі мен өзімнің бос уақыттарым көп болмайды. Бәрін оған тезірек шығаруға тырысатын боламын сіздер үшін. Біз видео түсіріп жатқан шамам ұзақта уақыт қалыпты. Видеоның соңына да келетін сияқтымыз. Басында кеткенде тезірек осының екінші бөлімі шыққан қалсаңыздар 500 просмотр 50 лайк. Bunu мен ойымша бір күнде тез жеңіп соғылады. Сондықтан лайктарыңызды просмотрларыңызды аямаңыздар. Видеоның соңына шейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Табыс болашағымыз. Сау болыңыздар.